Мұхаммед Хайдар Дулати 1499 жылы Ташкент қаласында туылған. Ұлы жүздің Дулат руынан. Тек дәулеттен шыққан ата-бабалар құсбегі лауазымын атқарған. Атасы Қашғарда билеуші болса, әкесі Моғолстан мемлекетінің батыс бөлігін билеген. Мұхаммед Хайдар Дулати қазақтың ең бірінші тарихшысы, әдебиетшісі, саяхатшысы, ақын, дипломат, қолбасшы, мемлекет қайраткерінің бірі болған. 1514 жылы Саид ханмен бірлесе отырып Кашмир қаласын басып алған. Жауларының сағын сындырып отырған, талантты қолбасшы атанған. Кейін әскери кәсіп тастап, ғылыммен айналыса бастады. Мұхаммед Хайдар Дулати 1541-1546 жылы тарихи Рашиди еңбегін қалдырды. Бұл үлкен еңбекте Моғолстан мемлекетінің тарихы, сонымен қатар Қазақ хандығының құрылуы, Керей мен Жәнібек сұлтандардың билікке келуі, Орта Азия мемлекетінің саяси жағдайы, Шығыс Қыпшақ даласынан Әбілхайыр ханнан бөлінген Керей мен Жәнібек сұлтандардың Моғолстан Қозыбасы жеріне, Шу мен Талас өзенінің ортасына келіп қоныстануы, қазақ атану туралы ең керемет деректер тиянақты түрде жазылған. 1551 жылы Кашмир қаласында үлкен көтеріліс болады. Осы көтерілісті Жаншуға Мұхаммед Хайдар Дулати әскерімен барған кезде шайқас барысында садақпен атып өлтіріледі. Мұхаммед Хайдар Дулати моласы Үндістанда Кашмир қаласында жерленген.